الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін Алла нәсіп етсе сіздермен сабағымызды жалғастырамыз. Кітабымыз Рисалатул Мустаршидин деген кітап. Имам Харис әл-Мухасиби рахималлахтың жазған еңбегі. Жалпы кітаптың бағыты бойынша өткен дәрісімізде жалпы шынайы байлықтың және шынайы кедейлік деген мұсылманның көзқарасында байлық деген кедейліктің не екендігін тоқталған болатынбыз. Яғни бір еске түсіретін болсақ, байлық деген ол адамның көңілдің байлығы, ішкі жан дүниенің байлығы. Кедейлік деген сол адамның көңілінің қанағатсыздығы. Оның қаншалықты дүние мүлкі, мансабы, дүние мүлкі көп болсын, мансабы биік болсын, бірақ оның ішінде қанағатсыздық болса, ынсапсыздық болса, онда ол ешқандай байлық емес. Байлық деп адам тек қана өзін Аллаға мұқтаж көріп, Алладан басқаға қол жаймаса, Алладан басқаға мұқтаж болмаса, бұл адам ең бай. Біздің түсінікте Алла жаратылмаған. Ақиқатында ол солай. Алла Тағала жаратылмаған, оның соңы жоқ, бастауы жоқ. Біз осылай иман еттік. Алладан басқа нәрсенің барлығы жаратылған. Оның бастауы бар, оның соңы бар. Оның ішіне біз де кіреміз, оның ішінде Жәбірейіл алейхиссаламның өзі кіреді. Періштелердің ішінде ең атақты болған, абыройлы болған айтып жатқан түсінсін. Демек, біздер және Жәбірейіл алейхиссаламның өзі де Алла Тағалаға мұқтаж. Бұл жерде біздердің Аллаға мұқтаж болуымыз, Алланың құлы болуымыз, Алланың құзырында бейшара болуымыз, бұл біздің дәрежемізді түсірмейді, керісінше көтереді. Себебі біз лайықты жерде төмен түсіп жатырмыз. Ал егер адам Алланың емес, жаратылыстың алдында осылай өзін мұқтаж сезінсе, соған жаратылысқа, немесе соның алдында өзін төмен сезінсе, онда ол оның дәрежесін көтермейді, керісінше түседі. Түсінікті болды ма? Сондықтан мұсылмандықтың түсінігінде мұсылман адам тек Алланың құзырында ғана оның дәрежесі төмен болады. Төмендеткен сайын Алланың құзырында, Алла оны көтере береді. Осындай бір біздің иманымыз бар. Имам Харис әл-Мухасиби рахималлах өзінің мәтінінде былай деп жалғастырды бізге. وَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ. Егер намаз оқысаң, қоштасушы адамның намазын оқы дейді. Бір өсиет. Егер намаз оқысаң, қоштасушы адамның намазын оқы. Қоштасушы адам деген сөз, бізде көп айтылады уағыздарда. Әрбір намазын соңғы намазындай болсын деп. Қоштасу. Яғни Алланың сізбен бізге беріп тұрған бұл соңғы мүмкіндігі деп білді деп айтады. Яғни сонда сенің соңғы намазым деп ойлап тұрсаң, бұл біз сияқтыларға айтылып жатыр. Сахаба табиғиндардың әңгімесі емес бұл. Бұл біздерге айтылады. Себебі біздер планды пенсияға қойып тастағанбыз ғой. Планымыз пенсияға шыққанға дейін, пенсиядан кейін деген сияқты пландар бар бізде. Баланы үйлендіріп, немереге план қойып қойғанбызда, бұл енді жоспар ғой. Иншалланың жоспары ғой, иншалла. Бірақ міндетті түрде болады, ананы үйтеміз деген нәрсе жоқ қой, оған ешкім айта алмайды екенсің. Сол үшін бізге бір иманымыздың ләззатын сезініп, мұсылман екендігімізді білу үшін бізге не керек болады? Әрбір намазымызды соңғы намаздай оқып көру. Бір көрейік осы затты. Қыздардан бастап қарайық. Болмаса үйге барғанда бір нәпіл намазға тұрғанда жақсылап, бір сәт үйде кешкі тамағыңызды іштіңіз, жатардан алдын. Бір осы бір сәтті бір көрейінші тәжірибеге жасап дейсіз да, осы ғой бәрі. Жақсылап ойланасыз да дәрет аласыз. Осы оймен жүр. Осы қазір намазды оқып, осы намаздың ішінде немесе екі жаққа сәлем берген кезде менің соңғы демім бітеді болсын деп ойланып дәретке тұрасыз. Дәретті қалай аласыз сол кезде? Әр жерге мән бересіз, сулар сезіле бастайды. Әрбір тамшымен денеңге күнәлар түсіп жатыр деген нәрселер еске түсіру. Асықпай дәрет аласың ол кезде. Сосын дәретті алып боласың да, дәреттен кейінгі екі рәкағат намаз бар емес пе?
Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде дәретін жақсылап алып, 2 ракағат намаз оқитын болса, дәреттен кейін, оған жәннат уәжіп болады дейді. Ал керек болса, оған жәннат уәжіп болады. Енді сіз үйде осылай бір жасаңыз да, осы бір 2 ракағат намазымен Алла маған жәннатты уәжіп қылсын, және осы уәжіп болған күйінде мен Алланың құзырына осылай барайын. Бұл соңғы намаз болсын деп оқысаң, ол намазда, білмеймін, сен дәретіңнен бастап солай дайындалғандығың үшін намаздың ішінде басқа проблема ойлау деген ол келмейтін шығар. Шайтан ол кезде басқа жағынан, басқа қырынан келеді сізге. Шайтан сізге ол жерде ықыласты береді да, бірақ басқаша бір нәрселерді береді. Сол кезде білімді адам оны бірден біледі. Шәкең мына жерде мынамен келіп тұр ғой деп та. Шайтан бұл жерде мені намазға өзінше бір ықылас беріп, бірақ мына жерде мені жоғалтып тұр деп шайтан оны істейді. Ертеңіне саған оны біреуге айтқызып, рия жасап тұрады. Немесе сұма біреуге естірттіреді. Сөйтіп сен ана сауабын аяқ қыласың. Шайтанның айласы емес, сол үшін ғой шайтанға 1000 тек қана құлшылық қылушы болған, тек ғибадат жасайтын құлдан қарағанда бір ғалым артық, ауыр керек шайтанға аз. Себебі ол білімсіз адам қанша Құдайға құлшылық жасайын дейді да, бірақ түбінде ол шайтан аяғын аспанға кетеді. Шайтанның әрекеті сізбен біз сияқты жаңағыдай темір ыстық кезінде бастап отыра бермейді ғой. Ол күтеді, жоспарлап күтеді. Абул-Фараж ибн Джаузи рахималлахтың мынандай беретін мысалы бар да, шайтанның ғалымдарды азғыру деген бар. Ғалымдардың мәселесін айтып бермейді. Ғалым дейді, біледі. Ол білім алып жатқан кезде, білімді біреуге беріп жатқан кезде, шайтан оған қай жерден келетінін, қалай азғыратынын біледі да, ол жан-жағына қалқан қойып дайындалып отырады. Шайтан оған кіре алмайды. Ол ғалым дәріс беру барысында, дінге қызмет ету барысында, ол Алла разылығы үшін, Алладан басқа ештеңе ойламай, шайтан оны азыра алмайды. Осы кезде шайтан планын алысқа қаратады. Не істейді? Ана ғалым шәкірт оқытады, шайтанға азық алмайды. Оқытады. Шәкірт кетеді. Алла разылығы үшін деп білім берді ғой. Сөйтеді да, арада біршама жылдар өткеннен кейін, оның кезінде алдына отырып кеткен, жамағаты болып кеткен шәкірті, жамағаты, жаңағы ғалым белгілі бір жерлерде бүйтіп бас көтеріп көріне бастаған кезде адамдар айтады ғой, пәлен кімнің шәкірті мынау, кімнен дәріс алған деген кезде адамдар айтады ғой, пәленнің алдында отырған, ана ғалымның шәкірті, мына ұстаздың жамағаты деп айтқан кезде, анау кезінде ғалым Алла разылығы үшін білім берді деген ғалымның жүрегіне бір титтай болсын, ана өзіне бір не керек дейді, мақтаныш секілді, менің шәкірттерім дәрежесі осындай жерге жетіп жатыр ғой деген кезде, оның Алла үшін дегені адамдардың арасында атақ үшін ауысып кетеді дейді. Түсіндіңіз ба? Шайтан бірақ оны күтті дейді. 10 жыл күтер, 20 жыл күтер. Түсіндіңіз ба? Сол үшін біз әрқашан сәтімізде абай болу керек. Ғалымдардың өзі осылай. Түбінде шайтан өз мақсатына жету үшін не істеп тұр, көрдіңіз ба? Біздер біз олардың ғалымдарымыз. Бізге ондай уақыт күтудің де қажет жоқ. Шайтан келсе біз өзіміз жасай береміз. Құранның аятында айтады, мен сендер жасап деп қинаған жоқ. Мен көрсеттім, өзім жасадым. Солар бізге көрсетіп, біз өзіміз жасаймыз. Оған араластырмаймыз, өзіміз жасап кетеміз. Сондықтан енді шамамыздың жеткенше жасай берейік. Біз қанша әлсіз болсақ та, біз қанша күнәһар болсақ та, біздің мейірімді Раббымыз бар. Алла тағала. Алла жетеді ғой бізге. Біз тек болмаса да ұқсап бақ дегендей әрекетін жасап, қалған Алла тапсырады. Болмайды екен, ой, мынау не болды сонда біздің амалымызда пайда жоқ екен деп қоймаңыздар да, жасай беріңіздер. Осының өзі біздің Аллаға деген махаббатымыз, Аллаға деген шынайылығымыздың тоқтамауының өзі шайтанға өте үлкен қару. Мұсылманның ниетінің өзі, ықыласының өзі осы. Сондықтан ғұламамыз айтты, әр намазың соңғы намазың дайын болсын. Бұл сәләф салихтарымыздың күнделікті жасайтын әрекеті дейді. Сәләф салихтар, сахабалардың, табиғиндардың бұл әдеттегі намазы осындай дейді. Түсінікті болды ма? Табиғиндардан болған Абдуррахман ибн Әли
Нуъми әл-Бәжәли әл-Куфи рахималлах. Бұл кісі табиғиндардан болады. Осы кісінің өмірінен мынандай деп мысал беріледі. Шәкірттер айтады. Егер осы табиғинға, жаңа Абдурахман деген кісіге, саған өлім келді, осы уақытта өлесің, саған өлім періштесі кетті, дайындала бер деп айтылса да, оның амалында еш өзгеріс болмайды. Түсініп отырсыздар ма не айтқан? Амалында еш өзгеріс болмайды деген сөз. Оған өліммен қорқытасың ба, сен мына уақыт осынша сенің өмір сүретін уақытың қалды деп айтасың ба, айтпайсың ба, маңызды емес. Оның әрбір амалы соңғы амалы секілді қылып есептеледі. Ол әрбір амалын солай жасайды. Ықыласты әрі шынайы. Yani өзгеріске ұшырамау деген сөз сол. Біздікі бөлек нәрсе. Біздерге бөлек. Бізге айтса Құдай сақтасын. Біреуге айтайықшы, үшінші жақта. Біреуге айтса. Сенің осынша қазанда бір аты жаман бір аурулар бар ма? Өлім күнінде тәжірибеге қарап айтып береді. Бұндай науқаспен ауырғандар шамамен мысалы айтады 2 ай өмірі бар. 2 айдан кейін айтады дайындала беру деп айтады. Сол кезде мысалға бір адамға сондай хабар келсе, одан не болады? Мұсылман болған болса, оған ештеңе қызық болмай қалады. Ол пенсия деген жоспарларды құрмайды, пенсияға кейін деген нәрсе болмайды. Бала шағама бір дүние қалдырайын деген нәрсе болмайды. Жылдамдап ана жұмысқа орналасып алайын, анаға бүйтіп кетейін деген нәрсе. Бар болған не болады? Уайым, қайғыда жүр. Не болады екен? Ұйықтасам да күндіз күлкіден, түнде ұйықтап қалатын жағдай болады. Бұл біздер сияқты осы дүниеге махаббат қойып, Раббымызды ұмытқандардың халі осындай болады. Өлім көзіне көрінген кезде өлімнен. Қазірде шынайы хабар бар ғой бізге өлетіндігімізге, да? Бірақ бұны біз қабылдамай жүрміз. Әлі бізге айтып келген жоқ қой. Пәленше дайындал, өлесің деп бізге Құранда ешкіміміз айтпаған ғой. Бізге айтқан барлық жан иесі өлімнің дәмін татады деген. Сол жан иесінде ішінде мен де бармын, сіз де барсыз. Бірақ біздер осыны қабылдамаймыз да, өзіміздің атымыз аталмағаннан кейін біз өлмейтіндей жүреміз. Бұл біздер үшін жаман нәрсе. Олай болмау керек та. Сол үшін ғұламаларымыздың айтатын сөзі бар ғой. Өлім деген шынайы мұсылманға айтылып жатыр бұл. Өлім деген жақсы көрген адамды сүйіктісіне қауыштыратын көпір дейді. Түсініңіз ба? Жақсы көрушіні сүйіктісіне қауыштыратын көпір. Не түсіндіңіздер? Адамды Раббысына қауыштыратын көпір деген сөз. Бұл дүние сынақ, бұл дүние фитна, ұрыс керіс, жанжал, бірде бірдеңе болады, болмай қалады. Әйтеуір күйбелең тіршілікпен өмір сүріп жатырмыз. Бұл өткінші нәрсе. Бірақ негізгі нәрсе Раббымыз, Алланы жақсы көреміз, Алла ұлық деп жүрміз ғой. Бірақ өлген кезде шынайы мұсылмандар өзінің сүйіктісіне қауышады. Ол бұл дүниенің осы өтірік жалғандығынан құтылады. Негізі шынайы мұсылман өлімді осылай қарсы алу керек. Айтып жатқаны сол. Оған саған өлім періштесі кетті десе де, оның амалында ешқандай өзгеріс болмайды дейді. Ештеңе артпайды дейді оның амалында. Себебі ол артылған амал жасап жүр осы. Артық амал жасап жүр. Табиғиндардың өмірі осылай дейді. Екінші бір табиғин Муслим ибн Ясар әл-Басри. Басралық Муслим ибн Ясар деген табиғин бар. Рахималла. Осы кісінің баласы айтады. Менің әкем намазға тұрған кезде жерге қаққан қазық сияқты қадалып тұратын дейді. Жерге қаққан қазық сияқты. Бұны мен нені меңзеді? Ол Алла тағаладан қорыққаны соншалықты намазында ешқандай жыбырламайтын дейді. Артық қимыл жоқ дейді намазында. Бүйтіп тұрып, қасына деген сияқты ондай әрекеттер жоқ та. Сен бүйтіп жаңағыдай денеңді тартуға, бүйтіп түзетіп қоюға, сақалыңды түзетуге бүйтіп. Онымен уайым жоқ та ода. Ол Алланың құзырында тұрғандығын нағыз сезінген адам да. Екінші бір сөзінде түсіндіреді. Менің әкем намазға тұрған кезде жерге бітіп лақтырып тастай салған бір киім сияқты жататын дейді. Сондай иіліп Алла тағаланың құзырында өзінің бейшаралығын танытып тұратын адам еді дейді. Сонда өзінің отбасын айтқан дейді да бір күн, жаңа Муслим ибн Ясар рахималла. Мен намазда тұрғанда сендер сөйлейсіңдер ме? Мен ештеңе естімеймін деп айтады дейді.
Түсіндіңіз ба? Намазда тұрған кезде артындағы сөзді естімейтін болған, өшіп қалады да мынау, болды. Намазда тұр, ойдың бәрі Алла деп тұр, Аллахтың құзырында тұрғанын сезіп тұр, немесе Алла оны көріп тұрғандығын шынайы біліп тұр да, и бұл сырттағы сөзді естімейді дейді. Тіпті мына бір оқиғасын жеткізеді. Бір күні бұл намазда тұрған ғой, Муслим ибн Ясар рахималла. Артында үй өртеніп кеткен. Сөйтіп намаздан кейін үй өшіп бәрі бүйтіп артына қараса, үй өртенген де, соны байқамаған ғой. Сондай адамдар болған екен. Бұл фантастика емес, бұл ешқандай аңыз ертегі емес. Бұлар риуаяты бар, біздің шынайы сәләф солихтың ғұламалары. Бұлар табииндар, пайғамбардың мақтаған шынайы мұсылмандар осылар. Анау сөз айтылады ғой, Хасан әл-Басри рахималлахтан деп айтылады кейде. Сахабалар, сендер сахабаларды көрсеңдер, оларды жынды деп ойлайсыңдар, олар сендерді көрсе мұсылман ба деп ойлайды дейтін. Біздер сол сахабалардың, табиғиндардың осындай әрекеттерін өмірімізде сезініп көрмегеннен кейін біз ойлаймыз ғой қазір, мұсылмандық деген сіз бен біздің ұстанып жүргеніміздей деп ойлаймыз. Сіз өзіңізді бір мұсылмандықтың бір несі, символ ретінде қойғансыз да, сіз ойлайсыз, барлық амалдар сіздің жасап жатқаныңызға сәйкес келсе, онда жақсы екен ғой, машалла дейсіз. Сіздікіне жетпей қалса, онда бұл тақуа емес екен ғой, бұл бейшара амал жасамайды екен ғой дейсіз да. Сіздікінен сізге біртүрлі болып естіліп жатқан амалдарды естісеңіз, бір ғалымдардан, әулиелерден, онда ойлайсыз, что-то не то деп ойлайсыз да. Себебі сіз өлшемді өзіңізбен есептейсіз. Бірақ сізбен біз білмейміз. Біз әлі қаншалықты дәрежеде екендігімізді білмейміз да, бірақ өлшем өзімізге қойып қойғанбыз. Бұл адамгершілікке жата ма? Бұл әділдікке жата ма? Бұл дұрыс емес. Біздікі қате деген сөз. Бұл турасында имам Абдул-Хай Лакнауи рахималлахтың Иқаматул худжа аля аннал иксара фи тааббуди лайса би бид'a деген кітабы бар. Мықты керемет кітап. Сол кітаптан осындай мәселелерді толықтырып оқып алсаңыздар болады. Жалпы жаңағы ғибадат амалдарда көп жасау, оны шегінен шығарып жасау деген мәселелерді. Ғибадатта адамның ден қойып, ол нәрсеге мән беріп жасау турасында керемет тақырыптар қозғалады. Біз енді ол жерде ұзақ тұрмаймыз. Келесі имам Харис әл-Мухасибидің өсиетін оқимыз. Ол кісі айтады: "У'лам бил аннака лан таджида та'мал иман", иманның дәмін, иманның ләззатын ешқашан сезбейсің дейді. Қашанға дейін? "Хатта ту'мина бил қадари куллихи", тағдырдың барлығына иман етпейінше иманның дәмін, ләззатын сезбейсің дейді. "Хайрихи ва шаррихи", тағдырдың барлығы деген сөз, тағдырдың жақсылығына да, жамандығына да иман етпейінше иманыңның ләззатын сезінбейсің дейді. Иманның ләззатын. Иманның ләззаты деген не ол деген қызық қой бізге, иә? Иманның ләззаты деген не зат ол деп біз ойланамыз оларды қазір. Бірақ мұсылман болғанымызға Құдайға шүкір, ата бабамыз мұсылман болды. Басым көпшілігіміз мұсылманның отбасында дүниеге келдік қой. Біз көзімізді ашып, тілімізді енді сөйлеп бастаған кезде біздің үйдегілер Алланы айтып, Құдайын танып жүрген адамдар болды ғой. Сонша біреуіңіз 30 жыл, біреуде 20 жыл, біреуде 40 жыл, біреуде 50 жыл мұсылмандықпен өтті. Осы өмір сүрген уақытыңызда бір иманның ләззатын сезінген күніңіз болды ма? Немесе күн демейші, бір сәт болды ма иманның ләззатын сезініп? Бір өз-өзіңізді бақытты сезінген, иманыңызды бір ләззатын сезініп, бір рахаттанған, көңіліңізге тыныштық берген кездер болды ма? Маған айтпай қойыңыздар, жалпы өздеріңіз бір ойланыңыздар. Ондай болмаған болса, онда осы күнге дейінгі өткен мұсылмандығымыз, иманымыз қайда қалды? Бұл дүниеде оның ләззатын сезіне алмасақ, ол бізді, ол иман жәннатқа дейін алып бара ала ма? Соны бір ойланайық. Ол иман бізді қабірдің азабынан сақтай ала ма? Бұл дүниеде бізге ол иман өзінің ләззатын сезіндірмесе. Ол ләззатын қалай сезінемін деп отырсыздар ма? Бір жолын айтайын. Бірақ мысал айтайын, бұны шектелмейді, бірақ бір мысал. Сіз осы барлығын білгеннен бері зина жасамайсыз. Зина жасамайсыз. Кәдімгідей некелеспеген бір әйелге жақындамайсыз да. Не үшін бармайсыз? Қорқасың? Қорқасыз. Демек,
тек қорқынышпен ғана бармайтын болсаңыз, бұның өзі иманнан ғой. Бірақ бұл мақтанатын нәрсе емес. Өткен сабақта айттық қой. Алла тағаладан, Алланың тыйым салған нәрсесінен қорқып тыйылған адаммен Алланы жақсы көріп, Алладан ұялғаннан тыйылған адамның халі екеуі екі бөлек. Міне, иманның нағыз ләззатын сезінген адам кім ол? Алладан ұялып, Алланы жақсы көріп, Алла тағаланың тыйған нәрселерінен қайтқан адам осы иманның ләззатын түсінген адам болады. Бұл бір мысал. Ал тек қорыққаннан болса, қорыққан ұялған, екеуі бөлек нәрсе ғой. Қорыққаны ұялғаны деген болмайды. Сіз бұлай нетіп атқан шығарсыз, кішкене сынып қалмасын деп айтып атқан шығарсыз. Жарайды, оны да түсінейік ал. Бірақ мысалға айтайын да, теңеуге келмейді, түсінуім үшін айтайын. Алла мен адам теңеспейді ғой ешқашан. Мысалға бір жұмыста мекемеде басшы бар. Ол басшы өте қатал басшы болады да, бірдеңеге жасасаң, саған жаңағыдай бір наказание өзінің жазаларын бере бастайды. Айлығынан қысқартып тастайды, немесе басқа бір демалыс күндер жұмысқа шығарып тастайды деген сияқты ғой. Сондай бір мекемеде сенің бір басшың бар. Ол бір адам сол басшының айтқанынан шықпайды да. Түсіндің бе? Бір басшының айтқанынан шықпайды. Не үшін? Себебі ол сол басшының қойып қойған жаңағыдай талаптарынан қорқады. Бірақ өздері жеке қалған кезде осы бәле болды осы. Бірдеңе болса анаусын айтады, мынаусын айтады дейді да, оны құрмет демейді, сыйламайды, жақсы көрмейді. Тек көрген кезде, ой, жәке көке деп қолын екі қолдап амандасып, жаңағыдай көзіне бір сол көзіне түсіп қалмайын деп, амал жоқ, күн көрістің қамын жасайды. Ал екінші бір басшы бар, ол өте өзінің айтқанына амал ететін, сіздің мекемеңізде деп әдейі айтып атқан ба? Сіз мекемеңізде біреуіңіз мастер шығасыз, қайдан білейін. Сондай бір басшысыз, қол астыңызда 5-6 адам бар қарамағыңызда. Сіз оларға өте әділ, шынайы, өз жаныңыз ашып тұрып айтасыз да оған, бұл жерде заң болғандық үшін емес, асымыздың адалдық үшін жасайық, отбасымыздың берекесі үшін жасайық, дініміз үшін жасайық, еліміз үшін жасайық, басқа адамдарға зиянымыз тимеу үшін жасайық деп түсіндіресіз да. Сізді қарамағыңыздағы 5-6 адам, 10 адам айтты екен деп жасамайды. Келесіде, мәкең айтып қоймасын, ұят болады, айтқызбайық деп ұялғаннан жасайды. Сізді сый құрмет дегеннен жасайды. Қай басшы мықты? Қай қарамағындағы адамдардың әрекеті мықты? Сізді құрметтеп, сыйлап, жақсы көріп тұрған адамдардың әрекеті мықты емес па? Басшымен де анау қарамағындағы адамдардың арасындағы мәміле жақсы. Міне, бұл мысал, Алламен әлбетте теңеспейді. Алланың үкімі, Алланың мейірімі, адамның үкіміне, адамның мейіріміне әлде қайда теңеуге келмейді. Сізбен біз түсінейік деп әшейін мысалға айтып жатқаным ғой. Қорқу мен Алладан ұялу, Алланы жақсы көру бөлек әңгіме ол. Алланы жақсы көріп, Алладан ұялғандары үшін кейбір адамдар әулие болып кеткен ғой. Біздер қорқып жүрміз әшейін. Қорқып жүрміз. Сол қорқыныш ұстап тұр. Қорықпасақ, адамды қорқытпасаң қиын ғой адамның жағдайы. Адамды бір итағатпен қорқытып отпасаң, адам өз-өзін танымай кетеді. Оған жыртқыштардан да жаман болып кетеді. Жыртқыштар әйтеуір тек қана өзіне берген жейді ғой. Адам не істейді? Біліп тұрсыздар ғой бәрін, машалла. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, құзғын қарға басып жейді дейді. Қыран бүркіт шашып жейді дейді ма? Жегендерді айтады бұл жерде. Ол бүркіт екенмін деп жесін деп атқан жоқ оған. Сол жаңағы жегендерді айтып жатыр да. Жесең анау түйені бүтіндей жұтып беретіндер болады ғой. Бәрін жұтатындар. Соны бүркіт түйені жесе дейді, шашып жейді дейді да, жан жағындағыларға да тиеді дейді оның жегендерін. Әйтеуір не болса да бұйырғанын алады. Құзғын қарға болса не істейді? Бәрін басып жейді да, жан жағына жаңағыдай шакалдар келіп атса, оларды да қуып тұрады, өзіміз жеп алайық деп, соңында сүйек қалдырады. Сөз есін табады деген сөздер бар ғой бізде. Өз орнына барады. Тағдырға иман ету дегеннің мәселесі өте зор да. Тағдырға иман ету, бұл иманның ләззаты деген нәрсе бар ғой.
Осыған тоқталайық, тағдыр мәселесіне. Убада ибн Самит деген сахаби өткен ғой, радиаллаху анху. Сол кісінің баласы бар, Уалид ибн Убада деген. Баласы айтады: "Дахалту аля аби." Әкем Убада ибн Самиттің жанына кірдім, "Ва хуа маридун атахаялу фихил маут." Өлім төсегінде жатыр еді, науқастанып, қатты науқастанып жатыр еді дейді. Әкемнің жанына кірдім дейді. Баласы табиғи, әкесі сахаба, әкесі пайғамбар көрген. Сосын әкеме айттым дейді: "Ей әкешім, маған бар күш-жігеріңді жинап бір өсиет айтшы" деп айттым дейді. Уалейкум ассалам. Зайхан қуып келіпті ғой бізді. Фақуала, сосын әкем айтты дейді: "Мені отырғызыңдар" деп айтты. Барлығы жанындағылар әкелерін отырғызады, Убада ибн Самитті, радиаллаху анху. Сосын әкесі сахаба, баласы болған табиғинға былай деп айтты дейді: "Я бунайя, иннака лан тат'ама ta'mal иман." Ей балам, сен иманның дәмін, иманның ләззатын ешқашан сезіне алмайсың. "Валан таблуға хақиқатал илми биллахи табарака ва та'ала." Алла тағаланы білудегі, Алланы білудің хақиқатына ешқашан жете алмайсың дейді. Алланы тануға, Алланы білуге ешқашан жете алмайсың. "Хатта ту'мина бил қадари хайрихи ва шаррихи." Тағдырдың жақсылығы да, жамандығы да Алладан екендігіне иман етпейінше деді. Намаз оқу, ораза ұстау, мешіттен қалмай келіп жүру, бұл адамның тағдырға толықтай иман еткендігін білдірмейді. Себебі, бұның бір мысалын айтайын. Кейбір намазхандар бар. Біраз жыл болған намаз оқығандарына. Бірақ шариғаттан бір үкім сұралады да, сол кезде оған айтасыз ғой, шариғатта міне мынандай үкім бар. Бұл мынандай аяттан, бұл мынандай хадистан шығады деген кезде, ол соны қабылдауға миы жетпей ойланып тұрады. Сонда қалай бұл? Деп тұрады. Бұл намаз оқиды, бұл ораза ұстайды, бұл қаншама сабаққа қатысқан, бұл уағыздар тыңдайды, мешітке келеді. Бірақ Алланың үкімін қабылдауда ол ойланады. Бұл тағдырға иман етудің көрінісі ме бұл? Әлбетте. Бұл адамның тағдырдың жақсылығы да, жамандығы да Алладан екендігіне мән бермейтін адам деген сөз. Бұл тек халал харам, оның бәрін өзінің ойымен қалыптастырған адам. Осы күнге дейін өз ойымен мәселені шешіп келген адам. Ойы тоқтаған жерде Алла айтты болды деп өтіп кеткен адам емес бұл. Ондайды қою керек та. Бұндай әдетті қою керек. Дін бір затты айтса, ол сізбен біздің пайдамыз үшін айтады. Ал енді ол сіздің дүниеңізге, немесе мансабыңызға, немесе өзіңіздің бір мен еркекпін деп жүрген, көкірек қағып жүрген бір мінезіңізге қайшы келсе, онда бұл дұрыс емес деген сөз емес. Діндікі дұрыс, сенікі дұрыс емес болады да. Біз айтамыз ғой: кішіпейіл болыңдар, дөрекі болмаңдар, барынша сыпайы болыңдар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сондай болған деп айтсақ, сіз тұрып айтасыз ғой: мінезім сондай деп айтасыз. Сіздің мінезіңізде шаруамыз жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мінезі сондай болған. А сен мұсылмансың. Пайғамбардың мінезі қандай бол? Сенің мінезің сондай болу керек болады. А мен ондай бола алмаймын дейтін болсаң, онда пайғамбардың артынан не үшін ересің? Деген ой келу керек та адамға. Тағдырдың жақсылығы мен жамандығына иман ету керек. Сахаба өзінің баласына былай деп жалғастырып жатыр өсиетіне: "Ей балам" дейді. Жаңа айтты ғой, тағдырға иман етпейінше соның хақиқатын сезе алмайсың. Сосын баласы түсінбей қалады. Енді сіздермен біз сияқты отыр ғой түсінікті. Уалид деген баласы айтады әкесіне: "Әкешім, мен тағдырдың жақсылығы мен жамандығына иман еткендігімді қалай білем" дейді. Сонда әкесі айтады: "Мынаны білсең, бұл жеткілікті болады" дейді. Ол нәрсе сенің басыңа қателесіп келген нәрсе саған зиян беру үшін келген жоқ дейді. Және саған зиян берген нәрсе ол қателікпен келген жоқ дейді. Қайталап айтамын. Сіздің басыңызға қателікпен болып қалған нәрсе сіздің планыңызда жоқ. Кездейсоқ болды да. А бұл нәрсе сізге зиян беру үшін, сіздің жоспарыңызды бұзу үшін келген жоқ. Бұл бірінші. Екіншісі, түсінбей отырсыздар ғой қазір, демек иманда күмән бар. Екінші жағын айтады: сенің басыңа келген
бір қайғы, басыңа келген сынақ, қиыншылықтар, олар қателесіп келген жоқ дейді. Яғни қорыта айтқанда, мұсылманның түсінігінде бұл өмірде кездейсоқтық деген нәрсе жоқ. Аяқ асты болып қалу деген нәрсе жоқ. Бәрі де Аллах тағаланың жазуымен, Алланың үкімімен сенің іс әрекетіңе қарай орындалып жатыр. Сол үшін бір затымыз ойдағыдай шықса, альхамдулилля, татимму би ниъматихи салихат дейміз. Аллаға шүкір, сол Алла тағаланың нығметімен жақсылықтар толығады. Ал ойымыздағыдай шықпаса, бір зат. Ойыңдағыдай болған жоқ, керісінше саған зиянды болып келді ол нәрсе. Ол кезде де альхамдулилля би кулли хал. Барлық жағдайыма Аллаға шүкір. Барлық халіме Аллаға шүкір. Бұның айтылатын сөзі осы. Әттең деген нәрсе болмайды, себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол нәрседен қайтарады. Егер мынаны былай жасағанда былай болмас пе деп айтпаңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ол үшін біз әр істің қайыры бар. Әрбір істе қайыр бар дейміз, тоқтаймыз. Қалған сөздерге жалғастырайық, иншалла, намаздың уақыты болып қалған екен. Алла баршаңыздан разы болсын. Аллах тағала тауфиқ берсін. Алла адасудан сақтасын. Субханак Аллахума бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Алхамдулиллахи раббил аламин.